Сәлеметсіздер ме? Мен Жақып Еркежан Енесейқызы Мұхит атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 3-ші Б сыныбында оқимын. Green Time байқауының эко-дефиле аталымына қатысып, өз өнерімді көрсеткім келеді. Менің алдымда қалдық материалдар, пластик пакеттер, CD-дискілер, төбе шамының моншақтастары, стразалар, моншақтар, қайшы, ыстық желім, картон қағаз, түрлі моншақтар бар. Бұл қалдық материалдардан не жасасам болады екен? Тамаша идея келді. Мен өз гардеробыма жаңа көйлек жасайын. Қалдық материалдардан мен ескі заттарды қайта қолданып, киім жасау экологиялық және креативті шешім. Бұл заттар күнделікті өмірде жиі тасталып кетеді. Бірақ бұларды қайта қолдануға болады. Ендеше бастайық. Менің мақсатым қоршаған ортаны қорғау және қалдық материалдарды қайта пайдалануға болатынын көрсету. Пакеттерді біріктіріп, мықты әрі сәнді нақыштағы көйлек жасаймын. Ал CD-дискілерді бөлшектеп, оларды көйлекке және бас киіміне сәндік элемент ретінде жапсырамын. Ал төбе жарық шамының тастарын, кристалдарын, моншақтарды бас киімді сәндеуге қолданамын. Олар ерекше жылтырайды және көз татады. Пакеттер табиғатта 100-200 жылға дейін шірімей жата беретін. Зиянды қалдық. Олар жануарлар мен құстардың өміріне қауіп төндіреді. Топырақ пен суды ластайды. CD-дискілер қазір аз қолданады. Көбіне қоқысқа тасталады. Бірақ бұларды сәнді бұйымға айналдыруға болады. Егер адам осылай қолданса, табиғатқа келетін зиян азаяр еді. Бұл көйлек қайта өңдейтін креативті үлгісі. Ескі заттарда жаңа өмір табалады. Тек қалдықты тастамай, ойланып қолдансақ, экологияға және үлес қоса аламыз. Табиғатты бірге қорғайық. Табиғат біздің ортақ үйіміз. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет.